Қайырлы кеш ханымдар. Бүгін егде жастағы теріні тартып, ылғалдылық сыйлайтын крахмал қосылған банан маскасын жасаймыз. Картоп крахмалы тері тесіктерін тазартып, майлылығын азайтады. Қабынуға қарсы басқа да өнімдермен қосылып жасалған маска теріге өң береді. Ал бананда терінің ылғалдылық деңгейін қалпына келтіретін және теріні тегіс ететін А дәрумені мол. Піскен жарты бананды езіп, үстіне біраз қасық картоп крахмалын және біраз қасық қаймақ немесе қаймақ орнына зәйтүн майын қосып араластырамыз. Біртекті масса болған соң бетке жағып, 20 минуттан соң жылы сумен жуамыз. Сәл уақыттан кейін крем жағуға да болады. Бұл маска бірден нәтиже береді. Сондықтан таңертең және кешке тұрақты түрде жасап жүрсеңіз, бет теріңіз жарқырап тартыла бастайды. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет.